Достар, қайырлы күн. Сіздермен Жой Сенжанова. Бүгін біздер 15 минутта өте дәмді, өте пайдалы, өте тез дайындалатын осындай суп жасайтын боламыз. Ол үшін біздер бірінші суымызды қайнатамыз және де дайын фрикаделькемізді саламыз. Фрикаделькенің рецепті төменде описаниеда көрсетілген, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Және пиязымызды, морковымызды, картопымызды барлығын бірге саламыз. Бұлар өте тез піседі, бірдей уақытта. Жақсылап араластырамыз және де қақпағын жауып 5-7 минут пісіреміз. Пісіргеннен кейін вермишелімізді саламыз, жақсылап араластырамыз және татымына қарай дәмдеуіштерімізді, тұзымызды салатын боламыз. Міне біздің суымыз дайын, денсаулыққа өте пайдалы, өте тез дайындалады. Міндетті түрде істеп көріңіздер, жиыны 15 минутта осындай суп пісіре аласыздар. Егер рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің арнада мұндай рецепттер өте көп, сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де достар, біздің магазинімізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Нурин Уральск, мужской және де парный киімдер таба аласыздар. Бағалары керемет, качествосы өте жоғары, сондықтан міндетті түрде тапсырыс беріңіздер. Біз сіздерді инстаграмда күтетін боламыз.